Жантақ гүлінің емдік қасиетін білесіз бе? Қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Оны ауыл тұрғындары малдың қыстық азығы ретінде пайдаланатыны белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмес. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің өтім толып қала беретін. Асқазаным қыжылдайтынды, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп, үнемі дәрі қабылдаумен жүретінмін. Бірақ дәрі ішуден, укол салдырудан да адам шаршайды екен. Өтім толып, аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайынымыз келіп қалып, мазамның болмай отырғанын кіржеген қабағымнан байқаған ол кісі, бір жерің ауырып отыр ма деп сұрайды. Мен ас қорыту жолдарының дұрыс жұмыс істемейтінін айтып едім. Ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі, соны көп қылып орып әкеліп қойды, майдалап турап, шай секілді демдеп ішіп жүр, аттай болып кетесің деді. Туысымыздың жасы ұлғайып қалған кісі еді. Сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңені шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған дос жігітті көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан, ол мені сонда қонаққа шақырды. Бардым. Таза ауамен тыныстап, есік алдындағы хауызына шомылдық. Досым кәуап пісірді. Әйелі ет асты. Дастарханды тәтті-пәттілерге үйіп төгіп қойды. Көкөністерден жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен жасалған тағамдардан түртіп қана қойғанымды байқаған досым неге тамақ жемей отырғанымды сұрады. Мен ауруымды айтып едім, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын деді. Мен арақ құяйын деп отырған шығар деп, ондайды іше алмаймын деп сызылдым. Шыны керек, арақта жақпайтын. Сонымен досым маған күштеп кәуапты де, 5 бармақты да жегізді. Бірер сағаттан кейін әйелі шай демдеп алып келді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын. Қандай шай деп сұрауға ұяламын. Не керек, қанша күшті тамақ жегеніммен де сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады, асқазаным да қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанымда досым құтыға салынған бірдеңені берді. Не екенін сұрағанымда, бұл сені ауруыңнан айықтыратын нәрсе. Күніге осының бір шай қасығына бір стакан қайнаған су құйып іше бер, жақсы болып кетесің деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ұялып кете бардым. Үйге келген соң досым берген шөпті үзбей бір айға жуық уақыт іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Бұрынғыдай мазам қашпайды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып, өткенде берген шайының таусылғанын айтып, тағы бар ма деп сұрап едім. Ол кеңкілдей күліп, соны не екенін байқамағаның ба? Кәдімгі жантақ қой. Соны гүлдеген кезде орып ал да, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, шай қылып іше бер. Бойында ауру қалдырмайды деді. Содан бастап жас шығатын болса, жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүремін. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуды болдырмайтын қасиеттері де бар. Ол геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақтың гүлін, тамырын пайдаланады. Іші қатып, ауыратындар жантақтың алдын ала кептірілген ұсақталған тамырының 2 шай қасығына 1 стакан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып, оны суытады. Содан кейін осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Ал жатыр мойынның эрозиясы, іріңді отит немесе геморрой аурулар кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек. Ол үшін жантақтың 4 ас қасығына 500 мл қайнаған су құйып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуып тастайсыз. Жантақтың осындай көптеген емдік қасиеттері бар. Дегенмен де оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңіздің кеңесін алғаныңыз дұрыс. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.